Сол екен, құрметті кеталықтар. Мына конституциясы, жаңа конституцияны, көптен күткен конституцияны өзгерістеріне көптен күттік. Шүкір, мынау конституцияны оқып шығып, конституциямыз мағыналы, бүгінгі күнге емес, келешекте ұрпақтарға қорғайтын маңызды, мен ойлаймын, құқық. Ойлаймыз, Құдай қаласа, ойлаймыз, бар жақсылықтар алда. Мына ең бастысы, Қазақстан еліміз азаматтары аман болсын. Елбасымыз аман болсын, қазақ халқы аман болсын. Бірлік болсын, бір-бірімізге жақын болайық, бір-бірімізге тірек болайық. Құдай қаласа, бәріміз бірігіп, бір ел болып, бір қала, бір отан болып, бірігіп жұмыс істесек, бәрі де болады деп ойлаймын. Бәріңге тілейтін жақсылық, аманшылық. Аман болайық, сау болайық. Қазақстан еліміз көркейе берсін, Қазақстан еліміз аман болсын, елбасымыз аман болсын, қазақ халқы аман болсын.